1841-1889 жылдары өмір сүрген ағартушы, жазушы, этнограф кім? Мұхтар Әуезов? Жоқ. Алтынсарин? Орал Алтынсарин. Кіші жүздің бас биі. Үш бидің біреуі ғой енді. Төле би неде жатыр ғой, Қоңыраттардікі. Қаз дауысты Қазбек би, Төле би, Әйтеке би шығар. Әйтеке би. 1941 жылы ақш-тың екінші дүниежүзілік соғысқа қатысуына себепші болған Пёрл-Харбор базасын бомбалаған қай мемлекет? Жапондар. Жапония. Қазақ хандығының ең алғашқы ханы. Ол Жәнібек пен Керей. Қайсысы отырды бірінші? Жәнібек отырған шығар. Жоқ. Керей ме? Керей отырды. Екі вариант қойды. Бұрынғы кеңес одағы елдері арасында билікте ең ұзақ отырған президент білесіз бе? Назарбаев шығар. Нұрсұлтан Назарбаев. Қазақтың алғашқы фильмі. Амангелді. 1975 жылы жарыққа шыққан Аз и Я шығармасы кім? Олжас Сүлеймен. Біраз біледі екенбіз ғой, есте қалыпты. Бесеудің хаты пьесасының авторы кім? Пьесасы бар ма екен оның? Оны білмедім. Шерхан Мұртаза. Шерхан Мұртаза. Оскар кино премиясын ең көп алған кім? Чарли Чаплин? Жоқ. Дисней? Уолт Дисней. 26 рет алған. Австрияның мемлекеттік тілі. Неміс болу керек олар. Дұрыс.